Біздің каналға яңағына келіп, қошылаусаларға қайыр ерте халмығы төбінде шәбет, біздің тапшырудың бағусыға тәуеккен фабрикаға? Тәуеккен фабрикаға біздің енді алдан өтіп кетуісі Урман тәуеккен ерте деген хүддер болған 4 еллық ең шәп шығыры жады өсіні тапшыру алағанда ұшындай сертификат күті. Мына бұл сертификат бая істерлі баштан жылтыратқан Гүлсира пайда қалар ма, башқа кіші еңер ме, онан қарап қарарбыз. Денер Сатолы, бик зор темаға тұтынып кеттік, яңылықтарға текін башлаған тема. Тек шул ағас бөлу законына келгенде, әлік 150 кубометрға саат деген жолдар бар законда. Қадыр бұл нешлеп кәметілді, көпмеге текін кәметілді. Бая айтып кеттім бетін, дәдірек кіні ұл туралы. Сынлапта бүгінгі күнді бөлі бере тұрғанда ресурстың кәмі онда. 700 мыңдың 500 мыңы кетті құртым қалдысыларға, қалған 200 мыңы мұнанеге. Анантыш екенсі бір нейі бар, сәбәбі дөрістің күн айтқанда 2-90 километр ылыслағастан нормально әйбет кіна үй үртіп түбіп сағырға мүмкін. Тәугі тапқыр законды қабыл еткенде құртым қалдысылар болмасылық, мүмкіншіліктер көп сақта, сынлапта 750 километріні бұл тәңгілді көдіңінде тұтқайнық, закон сағарусылар ол вақытта өзімді қатнаштым. Қалған үлішін алуысы хатып, әйтәйік үйіні баш ябуын алырға, яки атапетіліні прибордар алуға құлланыр деген етептен. Бүгінгі күнде ол талаптар тулығын сағадар закондан алып ташланды. Сөнкі Рәсей законы үй түдуге алған ағасты, екінсі сет құлдарға нендедір юл менен беруді тыя. Әм бұл тәңгілді ярахеуқ дұрғына яза. Шол қуақытта көптер қырқа алмаусылар екенсі қолға беріп, нендедір ақсашлыға тұрыша. Шылтырату бар. Шылтырату шул хақта мекен, башқа тәміға мекен. Қаумағығыт қайырлы еті? Қаумағығыт, мен бір енден айтбай солай болам. Урман қожалығы министріне менің бір ұрау бар. Айдағыр? Юлай, айдағыр. Қайырлы ерті, қаумағығын. Айдағыр. Министр тыңлай, Юлай. Тыңлай. Мана бір министрға сондай ұрау. Мана урманды, бәдің бір еңгерден урмандарын Селинаға ұртымға бергендер. Олар бірдіңіндейді бір еңге ақсақ алдырмайдар қадынаға, урманды бет ұртымға беру дұрыс түгел. Ол урманды үстіру үшін жүділ керек. Ол ер түгел. Язғалық сәсәхімді күргілі қырқып алағын. Жүділ үстірі керек урманды. Олар бірдіңіндейді үстіру менен шүғылленмейді. Аңлашылды, Юлай. Шылтырату үшін зұр рахмет. Сұрауды министр аңланы. Денер Сатолы, Белариттар да біргендерді. Нешле тәвіз ол Селенаны? Бүгінгі күнде бұл Селена компания менен біз тығыз ғына іш алып барабыз. Дұрыс жолға бастыру бойынша. Асынлапта бұл тәңгілді хакимият башлықтарла, өдемді вақытында ішленім бір янда хакимият башлығы болып, зор проблемалардың бірі. Қызғанысқа қаршы закон бойынша орындағы хакимияттың бюджетіне мына ошо құртымға алушылар тарафынан бір тенде дүртінгін айтканда ақса кірмей. Бек түбән кемелде кірі ол. Елі шун фирмалар ішлә берушілердің налог нейдары келіп кете, башқа нейдары. Түбән нейді келіп тұға. Һәм біз бүгінгі күнде алып барабыз бұл фирма менен аны мәжбүр ету тәңгәлінде. Дұрыс айта, о вақытында отыртманлар қырққан орындарға урманды. Мына бүгінгі күнде біз суд тарафынан аларды мәжбүр етебіз, суд қарары менен урманды отыртуға. 2 ел рәттен 15-сі һәм 16-сы елдарда 1200 гектар кемелінде бұл компания урманды ултыртуға ерішті. Һәм ол іш бұйылда давам етесек. Анантыш контрольға алғанбыз, алардың башқа урманда ішлеген іштері тұрағындала. Айтайық, рубка ухода, санитар рубкалар. Бұл әйбердерге алар тоже бармағашқа қарайдарыны. Хәзір алардан бұл әйбердерді талап ете башланық. Һәм шулық вақытта урындағы халыққа файдалы болған үшін өздерінің нендейдір кәсіптерін асуды талап ете башланық. Бұл әлбетте қайбір сұрақта, нендейдір закондарға қапма қаршы барабыздар. Әмі халықтың ихтияжын етепке тұтып, мұна бұл тәңгілді нендейдір предприятияларды астыру, яке ешірін бұлдыраударды көзіңінде тұтабы. Тағыла бір шылтырату бар. Басқын ұрмандарына уянды, шылтыраталар. Қаумағығыт қайырлерді әтімлайды. Алло, соғысыз. Міне менің министрға бір вопросым бар. Міне урман қожалығы алып барғанда, заготовка алып барғандаймы. Ірі оғасларыны кешелерде тұрып қала вақ шыршылар. Там, оғас.
Койсалары 10 метр, койсалары 1 метр, койсалары 2 метр. Шуны сүріп берелер де посадка отырталар. Білекей генәне. Не алай эшлейләр ул? Шул вопроска ответ берсендер әле, пожалуйста. Рәхмәт, асқандан шылтырату булды. Дөрес сорауларның береһе, бұл тәңгәлдә әлбәттә безнең мына лесохозяйство регламенттар бар, һәрбер урмансылыктан. Уллар төзелгәнне безнең Урман кодексы тарафынан 2007 елдан. Мына бүген шуларды үзгәртеп кору өстендә эшләйбез. Һәм тәүге нимәтедер әле, тәүге коймак әзрәк кенә көйеп сыккан кебек, бұл лесохозяйство регламенттарда безнең тиешенчә эшләнмәгән булып сыкты. Мына хәзер шул элекке нидәрдә хаталарды исәпкә алып, үзгәртеп эшләү нин алып барабыз. Дөрес әйтә ул. Әгәр дә урманы яңынан үтеп килә икән, ул тирәлә яңынан хөрүп, яңынан утыртуды ул башка аймаган эш. Шуның өчен дә без ипләп утырту, кеше тарафынан утырту майдандарын иптәп кенә кыскартып киләбез. Мына былтыргы елда 12700 гектарның 7000 генә без үсентеләрне утыртып башкарып калганы табигый юл менән. Мына шуның күк нәйләрдә без лесохозяйство регламенттарда карарга тиешбез. Әгәр дә алар анда каралмаһа, безнең хезмәткәрләр теләйме ул юкмы, хөрүп яңадан утыртырга мәҗбүрдәр. Мына шундай талап. Аңлашылды. Үзәл идә саккына тарихка тукталып китик. Мин бер мәкалә укыгайным. Урман сере бултырырга түгел, эшләргә тиеш дигән мәкалә сыгаргайны. Урман хуҗалыгының элекке министры Марат Габитов агай, шулай бит. Марат агай да. Сез яхшы беләгезме? Беләм. Бик яхшы беләм. Ул бүгенге көндә безнең министрлык янындагы җәмгыять оешмаһының рәисе булып эшләй. Җәмгыять кимәлендә инде. Аның кәңәшләре башка нидәр менән без әлбәттә кулланабыз. Ул дөрес сүзләр. Ысынлап та мына әгәр дә тарихка яңадан күз салсак, безнең 2000 еллардан алып, әйтәйек, 2010 еллар аралыгында электән эшләп килгән леспромхозлар юкка сыктылар. Һәм ошол сурда ысынлап та агасы китү, урмандагы продуктивный агасы китү туктап калдыган. Бүгенге көндә лә без расчетный лесосеканың 33% кулланабыз. Әлеге менә шу зур арендаторлар килеп, булар башында. Аңлашылды. Шылтырату бар диде. Гафу итегез. Кабул итәбез һорауда һаумыгыз. Шылтыратусыны кабул итәбез. Хәерле иртә. Алло. Әйе, һаумыгыз. Һаумыгыз. Балалар, хәерле иртә. Мин менә һеҙҙең министрларығыҙға бере һорау биргәйнем. Мин 54 ел матур итеп урман үстергәйнем Белорет районында. Каранды дигән елга буенда. Яй буена югырып йөреп бәләкәй бала, менә мин 12-13 яшьлек бала. Урман үстердем. Шул урман шаулап үсеп китте, Карагай урманы. Балаларым тапарып күрһәтеп, мин ата мактанып йөрдем. Бер-ике ел бар һәм ул урманды манат дигән итеп кисеп, читилгә хатып йөрүләр ди. Юрамал һорап бер водительдән һораштым, кагыдым. Bizim bana ministr подписанный kağıt bilen şu urmandı hatalar. Как можно уайтып bizim байлықты şekilge hatırga? Минзия апай, рәхмәт. Бик кадгый һорау Минзия апай Өфөлән. Өфөлән ысынлап та бала сагында ултырткан агастар бик кадерлелер инде. Әлбәттә шулай, әлбәттә шулай. Мына баягы башта әйтеп киттем инде. Өземнең катнашкан идар, посадкалардагыларды карап беребез, әлбәттә шулай. Но бұл тәңгелдә нимә әйтергә? Әлбәттә урынның кварталын билдәләр кирәк. Әгәр дә ул куртымга бирелгән урмандар булса, әлбәттә алар үзләренең урманды проект освоения лесов дигән документка ярашлы, алар аны кыркырга тиештәр. Кырка алалар, аларның законлы рәвештә кырка алалар. Һәм ул кеше тарафынан вакытында үстерелгән урман булганмы, әгәр дә срогы итеп җитлеккән булса, ул кыркылырга тиеш. Икенче төрле ниндәйдер менә әле нидә программалар яңгырап үтте, министр подпис иткән кагыт менән дип. Ну, бу тәңгәлдә яңгылышалар. Мин бер кагыдла подпис итмәйм. Урманда 40 дип, или 40-га рөхсәт дип. Моның өчен аның үзенең айрым тәртибе бар. Шул тәртип буенча башкарыла. Бу тәңгәлдә караңгы дигән елга буенда без карарбыз. Шулай булгас, Өфөнән Минзия апай министрның гаебе юк, кул куймаган. Рәхмәт. Шулай итеп безнең бүгенге тапшыруда Урман хуҗалыгы министры Динер Әсхәтулла Әхмәтьянов булды. Безнең сакыруды кабул итеп килгәнегезгә һезгә зур рәхмәт. Рәхмәт. Сорашулар шулай булып торган хөрмәт томашасылар. Еңгәүсен лайыклан итеп китәйек. Тагыла искә төшереп китәйек. Тәвәккән авыл хуҗалыгы предприятиянең ризыктарын
Өфінің Үдек базарында, Сүйрөпе тұққан 7-сі йұртта, ұрарға ұнытмағыз, һәм матрица магазиндарында. Еңісіне? Еңісіне иғлайындайық біздің бірден бір шиғыр ижат етусі апайыбыд. Гүлсир апай? Гүлсир апай бұл сертификатты ұтты, келіп алыр ғығыд. Өфінен істерлі башқа барусыны тауып беріп ебәрір беді. Бізді нендей күн күті бүгінгі хәл уақиғалар хақында қызметтәшібіз Нәфисе Кенябаева. 21 апрель Юма Ресейде бүгін урындағы Удидара күні. Бұл яңы байрам. Ил президенті Владимир Путин ұшы туралағы указға 2012 жылда қол қойған. Документтің үкіметкесінде білдірілуінше, бұл дата урындағы Удидара әхемиетін нығыту һәм демократия менен гражданлық ямғиятын пропагандалау мақсатында расланған. Байрам үшін 21 апрельдің хайлануы ұсыраклы түгел. 1785 жылдың тап ұшы күнінде Екатерина II-нің әмірі менен урындарда Удидаралықтар ойыштырылған. Бүгін Башқұртстан китапхана түні Бүтәрәсей акциясына қосыла. Башқала китапханалары әдәбият һөйүсләрне бер-бер артлы фән, әкият, мауығузар дөньяһына сақыра. Тематик сараларда яңы китаптар тойлау тантаналары, күргәзмәләр, кызыклы уендар көтелә. Иртәгә иһә Өфө Бүтәрәсей кимәлендә оештырылган Лабы акциясына кушыла. Уның шартына ярашлы һәркем үз теләге менән тәбигать фәннәре буенча белемен тикшерә ала. Лаборатория акциясында катнашучылар 1 сәгать эчендә физика, химия, биология, астрономиянан 20 катмарлы сорауга җавап бирергә тиеш. Халык календаре бұл көндәрдә елгаларда боз китүен күзәтеп курган һынамыштардан тора. Боз кисәктәре зур өйөндәргә тупланһа, көз иген өйөндәренә һөендерер дигәннәр. Крестьяндар бұл көндә җир һөрә башлаган. Сәсүгә хәтәл мәрйен бакылдавын ишеткәс төшкәннәр. Ашлык сәсүр өчен кулай мәлтип шулай ук имән һәм кайын бөрелгән усур ханалган. Гидрометүзәктең Башкортстан идаралыгы мәгълүматлары буенча бүген республикалы һәм Өфөлә көндең булытлы булуы, бераз ямгыр явуы көтелә. Ел көньяк-көнбайыштан секундына 6 метр тезлектә. Һава температурасы Өфөлә төндә 0 градус, көндез 6 градус йылы. Безнең эрга тиклем 753 елда бұл көндә Рим калаһына нигез салынган. Археология, эпиграфия касыштары һәм кул язмаларды тикшерүләр хезмәтләре билдәле мәгълүматларның ысынбарлыкка тап килүен исбатлай. Римда бүген байрам тантаналары үтә. Улар исәбендә Рим алиһәһе дигән матурлык конкурсы бар. 1932 елның 21 апрелендә Совет хөкүмәте карары менән илдә яңы флот төзелгән. Алыс көнсыгыш диңгез көчләре 3 елдан Тымык океан флоты дип үзгәртелгән. Уны оештыру катмарлы икътисади һәм сәяси шартларда башкарылган. Бүген Рәсәйнең Тымык океан флоты дәүләттең Азия Тымык океан төбәге иминлеге хагында тора. Без вакыйгалар барышын күзәтеп, улар турында сезгә хәбәр итеп торабыз. Көндәрегезне Рәсәй Башкортстан телеканалы менән бергә үткәрегез. Хөрмәтле туташчылар, безнең бүгенге тапшырыбыз адагына якынлашты. Көндез 3:30 минуттан башлансак, башкорт телендәге хәбәрдар программасын карарга онытмагыз. Һәм Иртәгә хезмәттәшләребез Надежда һәм Рөстәм Габбасов халыкты нимә менән исен китерер икән? Хаумагыз Рөстәм. Доброе утро. Надежда. Доброе утро. Харлей, дорогие коллеги. Да, мы, как видите, пришли не с пустыми руками сегодня. Мы принесли картофель. И как вы думаете, почему? Она сырая? Да, пока еще сырая, но прежде чем получить урожай картофеля, нужно очень серьезно подготовиться. Вы и наши субботу зрители будете готовить, да, я будут готовиться к посадке картофеля. Ну, начнем с того, что на самом деле картофель – это самый популярный продукт, наверное, в нашей стране, потому что в среднем россиянин съедает около 130 килограммов картошки в год. Представляете себе? А еще картошку уже научились выращивать в космосе, но у некоторых у нас на Земле не очень хорошо получается это делать, поэтому мы обратились за помощью к нашей коллеге-биологу Елене Чистяковой, и она каждую неделю рассказывает о секретах получения богатого урожая. Вот если вы обратите внимание, сейчас на экране Петр I, ведь именно благодаря ему картофель появился на Руси. В общем, и историю картофеля мы вспомним, и о том, что нужно будет сделать садоводам в новом сезоне для того, чтобы получить хороший результат. Но это лишь одна тема. Еще мы расскажем о том, что уфимские врачи, специалисты, косметологи теперь научились замораживать жир. Но вам, я думаю, что это не очень интересно, вы прекрасно выглядите, а вот зрителям, я думаю, что мы обязательно расскажем о том, что жир теперь можно заморозить и избавиться от него раз и навсегда. Если вы, скажем, боитесь других процедур, вроде как липосакция, да, и прочее, но очень хочется похудеть к лету, и время не ждет, то
еще способ Посмотрите заморозки. завтра нашу программу. 8:20 на канале «Россия». Ну и, конечно же, очередной вопрос нашей викторины. Розыгрыш 2 билетов на съемки программы «Руссо-туристов Стамбул». Тоже завтра в 8:20. Вот так вот. Рәхмәт, Надежда, рәхмәт, Рөстәм. Бит тагы ла берде тамашачыларның хәтеренә төшереп китәйек. Сертификатта әз генә яңлышып әйткәнбез. Стәрлебаш районы Табылды авылыннан Зөлфия апай уткан. Гөлсирә түгел, Зөлфия икән. Гөлсирә түгел, Зөлфия икән. Рәхим итеп килеп алырһығыз Вам беләгедә. спасибо, Надежда, Рустам. Я уже начинаю сам смотреть по субботам вашу программу. А мы не представляем пятничного утра без вас и без зрителей программы «Хайрлерта». Хороших всем выходных. Петушка хвалит куку. Как им? Петушка хвалит. Я вам расскажу, как это по-русски. Хезмәттәшләребез Лилия Чимбарисова һәм Галимә Нибатуллин сәламләр. Олар һеҙҙең менән балаларның хәтерен, игътибарын үҫтерүгә ярҙам итеүсе яңы алым сирҙәре менән бүлешер. Бүгөнгә беҙ Ришат Мендияров һәм Гүзәл Ишкинина һеҙҙең менән матур, уңышлы көндәр теләп хушлашабыҙ. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ.